Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бұл сабақта біз сіздермен өсімдіктердегі бөліп шығару өнімдерімен қысқаша танысып өтетін боламыз. Оқуымыздың мақсаты өсімдіктердегі бөліп шығару ерекшеліктерін зерттеу. Енді осы өсімдік ағзасында негізінен екі үлкен маңызды процесс, яғни үдерістің бар екендігін білеміз. Ол процестерге біз біріншіден тыныс алу процесін және де екіншіден фотосинтез процесін жатқызатын боламыз. Енді осы процесс нәтижесінде қандай өнімдер соңғы өнім болып түзілетіндігіне қысқаша тоқталсақ, фотосинтез процесін мысалға алайық. Яғни фотосинтез процесі барлығымыз білетіндей тек өсімдіктерге ғана тән процесс болып табылады. Яғни бізде суретте негізінен жапырақ бейнеленген. Жапырақтың құрамында хлорофилл пигменті өте көп екендігін білеміз, және де ол пигменттің осы фотосинтез процесіне қатысатындығын да білеміз. Жалпы осы фотосинтез процесіне бізде қажетті негізгі элементтерге тоқталсақ, біріншіден бізге жарық керек, яғни жарықтың тікелей әсер ету арқылы. Одан кейін энергия қажет болады, яғни АТФ, одан бөлек бізде көмір қышқыл газы және де су міндетті түрде қажет болады. Және де осы фотосинтез процесі кезінде көмір қышқыл газы мен судың әрекеттесуі нәтижесінде фотосинтез процесінің соңғы өнімі ретінде органикалық зат глюкоза түзілетін болып табылады. Бұл бізде фотосинтез процесі. Енді біз өсімдіктерге тоқталсақ, өсімдіктердегі соңғы өнімдер қандай болатындығына, жалпы біз алдыңғы сабақта айтып кеткенбіз, яғни өсімдіктерде арнайы бір белгілі бір бөліп шығаратын арнайы мүшелер болмайды дедік. Оларды жапырақтары немесе қылқандары атқарады деді қызметін. Енді осы слайдта біз сіздермен өсімдіктердегі бөліп шығару ұлпаларымен танысамыз. Яғни сол ұлпалардан бөлінетін соңғы өнімдермен. Ол өнімдер бізде қандай екен? Біріншіден ол сүтті өзектер, одан кейін шайыр және де эфир майлары екен. Жалпы өсімдіктер бұл соңғы өнімдерді негізінен жануарлардан, шөпқоректі жануарлардан қорғану үшін, немесе тозаңдандыратын жәндіктерді өзіне еліктіру үшін сондай мақсаттарда бөлетін болып табады. Енді сүтті өзектерге алдымен тоқталсақ, сүтті өзектер бұл негізінен осы өсімдіктердің бөліп шығару ұлпаларына бөлінетін негізгі жасушалары, яғни оны өсімдік сүті деп те басқаша атауға болады екен. Одан бөлек осы сүтті өзектер негізінен бізде күнделікті өзіміз көретін бақбақ өсімдігін алсақ болады. Яғни бақбақ өсімдігінде сіз жұлып алғаннан кейін оның сабағын екіге бөлсеңіз, оның сол сабағына қандай да бір ақ заттың, шырынды заттың бөлінгендігін байқайсыз. Яғни сол зат бізде осы өсімдіктің сүті болып табылады екен. Оның иісі де сәл жағымсыздау болады, және де дәмі де өте ащы болады екен. Неге? Себебі ол жануарлардан қорғану үшін осындай сұйықтық заттарын бөлетін болып табылады екен. Одан бөлек бұл өсімдік сүттерін негізі медицинада кеңінен қолданады екен. Мысалы, біз екінші суретте сүйел шөп көрсетілген, яғни сүйел шөптің сүті осы медицинадағы қолданылатын болып табылады екен. Одан бөлек бізде шайыр бар, яғни шайыр бұл негізіне көбіне тропиктік өсімдіктерде кездеседі. Яғни бізде Қазақстанда мысалы балқарағай, қарағай, шыршаны алсақ, солардың иісі шайырдың иісіне ұқсас болып келеді екен. Негізінен шайырды өсімдіктер не үшін бөледі? Яғни ол мысалы ағаштарда паразиттік саңырауқұлақтардан қорғану үшін және де өздерін жануарлардан сақтау үшін осындай өнімдерді бөліп отырады екен. Және де эфир майларына тоқталамыз. Эфир майлары бұл да өсімдіктер бөлетін негізгі хош иісті өнім болып табылады. Яғни көбіне эфир майлары бізде цитрусты дақылдардың қабығында өте көптеп кездеседі. Және де эфир майларын хош иісті деп айттық қой. Сол үшін де олардың бізде парфюмерияда кеңінен қолданылатындығын білеміз. Және де ол бізде фармакологияда, сонымен қатар аспаздық саласында да осы эфир майларын өте көп қолданады екен. Негізінен эфир майларын өсімдіктер жәндіктерді өзіне еліктіру үшін немесе жануарлардан қорғану үшін де бөлетін болып табылады екен. Жалпы осы тақырыпты қорытындылай келе біз негізінен екі сұраққа жауап берсек болады. Яғни біріншіден осы өсімдіктердегі тыныс алудың және фотосинтездің соңғы өнімдері қандай екендігін,
Одан бөлек өсімдіктердегі бөліп шығарушы ұлпалардың соңғы өнімдері мен олардың маңыздылығын, яғни осы жауаптарды сіздер төмендегі комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Жалпы бүгінгі сабағымыз осы.